Бұйыртса, бір айдан кейін шамамен Турцияда осылай жүреміз. Бүгін визаға өзім кірдім. Отказ шығып тұр. Сөйтіп причинасын сұрадым. Баға қатты қымбаттап кеткен. Менің отбасыма 1 миллион ақша шықты. Айтыңызшы, басқа қандай жолдары бар? Біз барғымыз келіп жатыр, дайындалып қойдық. Мераба arkadaşlar, сіздермен бірге мен Айдос. Осы выпускта біз билетті қашан алған дұрыс, оның бағасы қанша, жолға не алуға болады, не алуға болмайды, және бізге визаға отказ келді. Енді біз не істейміз? Сол жайында әңгіме қозғайтын боламыз. Ендеше кеттік. Визамыз кететін уақытқа дайын болады. Бұйыртса 2 апта деп айтты. Ал енді біз Турцияға дайындалып, керекті заттарды аламыз. Соған торговый центрге келдік. Бұйыртса, бір айдан кейін шамамен Турцияда осылай жүреміз. Бұл архив видео. Енді біз Турцияда осылай жүреміз ба, жүрмейміз ба, оны уақыт көрсетеді. Бүгінгі күн бізге жақсы жаңалықпен басталды. Бізге сообщение келді консульстводан. Визе başvurunuzun sonusu. Короче, ваш визовый обращение положительный деп келді. Қазір біз кешке барып алып кетеміз. Сағат 4 пен 5-тің арасында деді. Сағат 4:30 болды. Тура ортасы. Как всегда кешіп алдыңғы жолы келген кезде де тапсыратын кезде кешігіп еді, енді алатын кезде де кешігіп отырық. Екеуміздің де бер жеттік несін, паспортымызды. Может, екеумізге де қойып шығады сразу. Солай болса жақсы болады еді. Визаға отказ берді. Шынымыз айтсақ, біз шок болдық. Біз визаны уақытынан үлгермеуіміз мүмкін, ал бірақ визадан отказ келеді деп біз ойламадық. Келесі күні мен тағы бардым, себебі ситуация түсініксіз. Маған почтаға положительный деп келеді, ал барған кезде отказ шығады. Может, системный ошибка шықты ма деп, соны тексеруге бардым. Отказ шығып тұр. Сөйтіп причинасын сұрадым. Сөйтіп оның причинасын таптық. Оның причинасы дадаң! Китайский виза екен. Мен осыдан 3-4 жыл бұрын Қытайға жұмыстармен баргам. Солдан китайский виза оларға сомнение туғызып тұр екен. Ар жақта бүкіл студенттер визаларын алып қуанып кетіп жатыр. Тек менгі ғана отказ шықты. Сәлеметсіз бе, Дина ханым, қалыңыз қалай? Дина ханым, бізге өкінішке орай визаға отказ келді. Сол жердегі адамдардан сұрастырдық. Сөйтсек, менің паспортымда Қытайдың визасы бар екен. Сол үшін болуы мүмкін дейді. Сонымен не істерімізді білмей жатырмыз. Осы жайында мен интернеттен қарадым. Сөйтсем, Турцияға барып, Қытайға баратындар тоже Қытайдың визасын бермей қояды екен. Какая-то политическая. Дос, ой, өкінішті екен, негізі балалардың барлығы алып жатыр визаларын. Проблема ешқандай жоқ. Я Қытай визасы болса, солай кейбір кезде отказ келуі мүмкін. Ондай бар, я.
Я сол маған бірінші почтаға положительный келген ғой, то есть біз ана жинаған документ бәрі дұрыс шыққан ғой негізі. Положительный келген, просто енді ең соңында вот виза басып береді ғой, соны өткізген кезде сол менің китайский визамды көріп паспорттағы соған отказ беріп жіберіп жатыр ғой. Маған паспортты ауыстырып алу керек еді, сол ана китайский визаны көрінбейтін қылып енді үлгермейміз, басынан тапсырып. Айтыңызшы, басқа қандай жолдары бар? Біз барғымыз келіп жатыр, дайындалып қойдық, қанша ниет етіп қойдық, соны басқа қалай барсақ болады? Сол визаңыз бар болған соң ауыстыру керек еді паспортыңызды. Енді жарайды, оған қатты өкінбеңіз. Турцияға бәрібір в любом случае барасыз міндетті түрде. Ол жерде туристический виза ашуға болады. Сізде Венерада уже 18 жастан асқансыздар. Без проблем, просто единственная туристическая виза, сол студенческий визаға қарағанда кішкене қымбаттау болады. Оны жарты жылға недесіз ғой, 90 күніңіз бар, безвизовый режим, и жарты жылға сол оқу біткенше туристический виза аласыз. Сіз бірінші жыл осы тілдік курс оқисыз ғой, в любом случае, сол тілдік курсқа туристическая виза бола береді. Ары қарай уже университетке түсіп жатқан жағдайда уже кәдімгі ВНЖ аласыздар. Оған енді жазда келгенде паспортты обязательно ауыстырасыз. Керемет. Буду получать полугодовую визу. Что дает полугодовая виза? За эти полгода вы имеете право находиться в Турции. Вы не имеете права работать, не дает вам каких-то страховых льгот. Но мне, в принципе, это было не нужно. Я просто хотела находиться в Турции. Мне нужно было это время, чтобы как-то себя собрать и порешать дальше, что мне делать. Виза алудың жолдары бар екен. Біз Турцияға баратын болып шештік. Артқа шегінер жол жоқ. Енді билетке көшейік. Алдыда көп шытырмаған оқиғалар күтіп тұр. Бірге көреміз оның бәрін. Мен Турцияға баруды анау июньнан бастап ойлап жүргенмін. Сол кезде мен Каспийға кіріп, билеттің бағасын қарап жүрдім. Вот скриндар, вот июньдегі бағасы, июльдегі баға қатты өзгеріс жоқ. Август тоже қатты өзгеріс жоқ. А мынау сентябрьдің бағасы. Баға қатты қымбаттап кеткен. Менің отбасыма 1 миллион ақша шықты. Оның себебі сентябрьде көптеген студенттер Турцияға барады. Сол үшін билеттің бағасын қымбаттап жерген. Мен сол өз-өзіме жынданып, неге кезінде билетті алмадым деп жылауға дейін барған кезде Global Students компаниясы бізге июньнан да төмен арзан бағада бізге билет ұсынды. Билет бағасы небәрі 135 000 теңге. В чем подвох деп сұрауыңыз мүмкін. Ответ простой. Оптом арзан, в розницу қымбат. Сол үшін билетті жеке алмаған дұрыс. Бәрімен бірге алыңыз. Ол арзанырақ және қауіпсіз. Компания өз сіздерді сопровождать етіп Турцияға жайғастырып береді. Сосын бәрімен танысасыз. Және бәрімен жүрген ол әрине қызығырақ. Билетті алдық. Енді багажға заттар саламыз. Оған не саламыз? Әрине киім саламыз. Бірақ мен киімдерді салмайын. Себебі мен Турцияға барған кезде шопинг жасаймын. Ал бұл багажға мен компьютерімді салам. Бұның шеттерін қазір қаптау керек. Сынқамас үшін. И барған кезде кетіп, былай жайпай киімдерді ғана салам. Бұл қалған киімдерді мен сол жақтан алам. Так, одан бөлек біз міндетті түрде өзімізбен бірге аптечка аламыз. Бізде дәрілер бір коробка, бірақ бұның бәрі бала шағаныкі. Негізі ол біз оқыған бойынша бұндай көп дәрі алуға болмайды. Біз осының ішінен қазір сорттап, только жартысын ғана аламыз. Оны біз багажға саламыз, багажға өткізу керек. Ручной кладқа ни в коем случае алуға болмайды. Оны ертең алдырып тастайды. Ең керек деген заттардың өзі осынша болып кетті ғой. 3
багаж. Көбісін тастадық, көбісін жарамды дегендерді мешітке өткіздік. Соның өзі меніңкі, Венеранікі, мынау Алихандікі болады. Мынау Айымдікі болады. 20 килограмм, Айымдікі 10 килограммға дейін рұқсат. Біздің билет бойынша. Ручной кладқа острый нәрселер, пышақ или какой-то бір жидкостьтер, дәрі болуы мүмкін. Оның бәрі ручной кладқа қабылдамайды. Оның бәрін багажға салып өткізу керек. Даже тырнақ алғыш пилканың өзін ертең өткізбей қою мүмкін. Қазір iPhone 13 шығып жатыр. Соны алуға асығып магазинге баратқан болсаңыз, тоқтаңыз. Не үшін дейсіз ғой? Себебін алдағы роликтерде айтамын. 3-ші немесе 4-ші роликте айтамын. Күтіңіздер. Темекі. Енді сіздер шекпейсіздер ғой, енді студенттер шекпейді ғой. Қастарыңызда сопровождать етіп, анандай папаларыңыз, мамаларыңыз апаратқан болса, солар шегетін болса, 2 пачкадан, 2 блоктан аспау керек. Егер ән айту сіздің хоббиңіз болса, өзіңізбен бірге гитара болмаса, домбыра болатын болса, оны ручной кладқа қабылдамайды, оны багажға өткізу керек. Бірақ абайлау керек, себебі ол жақта енді білесіз ғой, заттарды алып лақтырады, не істейді, сол кезде бағанағы домбыраңыз, гитараңыз сынып қалуы мүмкін. Сол үшін алмай қойыңызшы. Достар, және де өте маңызды нәрсе, егер сіздің хронический бір ауруларыңыз болса, немесе тісіңіз кішкентай болса да құрттап тұрған болса, оны осы жерде істетіп алыңыздар. Қазақстанда, себебі ол жақта медицина қымбат, ал біздің страховка, медстраховка ондай осы жақтан Қазақстаннан апарған өзіміздің хронический ауруларымызды ол жақта жаппайды. Кім біледі, бір жыл оқимыз, бір жылдың ішінде тамақ жатқан кезде құрттап тұрған тісімізге ар жағынан нервіне ет кіріп кетсе, сол кезде не істейміз? Амал жоқ, тіс жасату керек болады, оның бәрі личный шығын, осы жерде жасап тастаған дұрыс. Одан кейін жігіттерге шаштарыңызды осы жақта өздеріңіздің үйреніп қалған мастерлеріңізге алдыртып алыңыздар. Себебі ол жаққа барасыз, түркше білмейсіз, шашыңызды алып, дұрыс емес алып атқан болса, ішіңізден өседі ғой, қайтейін деп отырасыз. Ендеше достар, осы роликте сіздердің көптеген сұрақтарыңызға жауап бердім деп ойлаймын. Виза мәселесіне келетін болсақ, осы 150-ден астам студенттердің арасында тек бізге ғана отказ келді. Мен сіздердің визаларыңызда ондай проблема болмайды деген үміттемін. Ал келесі роликте біз жолға шығамыз, жолдағы қызықтар мен проблемаларды сіздерге көрсететін боламыз. Сол үшін келесі выпускта күтіңіздер.